әрекет деген аяғатты ғой. Мына жүгермей күлкен ұлым істі болып мүлт-сағаға малып атырады. Короче, колесодағы мошенниктер туралы ғой. Түскен шығарсыз да, 50 мың теңгеге қадалып қалам ғой мен, короче. Ақтөбеден бір акцент шығады, родной краска, бәрі мощный, идеальный деп. Негізі анау-мынауға алданатын адам емеспін, бірақ до грамотно ғой мошенниктер, грамотный мошенниктер да. Бір шалдың дауысын салады ғой, шалдың. Балам аварияға түсіп қалды, біреуді өлтіріп қойды, короче, жаназасына ақша керек, сотталайын деп жатыр деп. Тура сол объявлениені Қарағандыға салыпты. Қазір көрейік, звондап көрейік. Тура осы описаниямен, авто в хорошем состоянии, заводском окрасе, мына телефонын көріп алыңдар. 47 747 623 84 47. Ой, занят дейді. Короче, мына WhatsApp ашып қойып, кеше бұл номерде WhatsApp жоқ еді. Екінші номерде бар да WhatsApp. WhatsApp ашып қойып 87 47. Қазір. Ассалаумағалейкум, мынау колесодан хабарласып тұр едім. Трубкаңызды алмай жатсыз ғой. Акцент сатылып кетті ма, или тұр ма? Кішкене даусымды өзгертіп сөйлеген түрім ғой. Барынша сендіріп шынайы қылып жазып отырмын енді. Мен барынша сендіріп сұрап отырмын, қалай көре аламыз, осыған да хабарласып, точно жағдай болса Аллам ешкімге көрсетіп тұрыңыз, мен көрейінші деп. Қазір брат деді. Значит, бұл баласының рөлінде ойнап отыр қазір. Сөйтіп атам машинасы. Қазір атам номерін өзімен сөйлес дейді. Атасымен сөйлесеміз қазір. Примерно сондай болу керек, кеше маған солай деген. Брат, звондаңыз деді. Алло. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Брат, колесо ғой бана. Алло. Колесо. Я біліп тұрмын ғой. Брат, мынау машине родной краска деп жазып қойыпсың ғой. Қазір брат, былайынан звондашы маған, иә? Былайынан бармай жатыр ғой, брат. Алло. Брат, родной краска ма, полный? Полный родной краска ұрылмаған, соғылмаған. Шалдың машинасы атамай дейтін көлік қой. Нешінші хозяин болып тұрсыңдар сонда? Ол екінші хозяин. Ол 2016-да содан бастап мініп жүрген машинасы ол. 2016-да. Негізі сатам деген звондадым, кеше мына семьяда жағдай болып қалып, аяғат ақша керек болып сатадық машинаны. Орада скидка деген болмайды, кейін де істейміз. Өйткені состояние машина өте. Бұл машина кім айдап жүр сонда қазір? Атамай дейтін дедушкам. Все. Мотор, коробка там, кондер жасап тұр ма? Қай жерден көре аламыз мұны, брат? Қазір Шахтинскта машина, қалады ертең 12 шамасында болады. Ертең күндіз 12-де бола ма? Так, қалай жазсақ болады? Мен білмеймін, ертең бола ма жоқ па, өткен жаңа маған бір орыс жігіт звондаған тұғын. Неден жолға шығамын деді. Жаңағы Астанада нақты аламын деген деді, бірақ ол через банк деп тұр маған. Енді біз білмей тұр, ол через банк қанша уақыт алатынын. Бізге просто бір-екі күн ішінде сатып үлгеру керек. Видео бірдеңесін көруге бола ма? Брат, қалай қылсақ болады? Яғни орыс бірдеңе беріп қойды ма, сөйлесіп қойған жоқсың бола ма? Жоқ, мен нөмірін бердім деп тұрмын оған, атамның. Оларда WhatsApp-қа атам нөмірін берейін, өзіне звондап берейін. Атаң өзімен сөйлесейін ба? Иә. Жібересің ба онда, брат, WhatsApp-қа? Иә, WhatsApp-қа жіберейін. Тура кешегі сценарий ғой, короче. Кешегі сценарий ғой. Мына баласы, қазір атасына звондаймыз. Атасы айтады, балам сотталайын деп жатыр. Біреуді өлтіріп қойдық, соның жаназасына ақша керек, ағарып бер дейді. Қызық болады қазір қараңдар. Жіберші, брат, деді қазір. Ата деген контакт келеді, короче. Ата бірдеңе Теле2 или Билайн. Ата Теле2 деген келді. Давай дейміз. Шал, қарасыңдар. Тура шал ғой дауысы. Ё-майо. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына балаңыздан, немереңіз ба, балаңыз ба? Немерем ғой, Ерболдан айтып отырсың ғой. Ербол, содан алып едім, ата, машинаңыз көріп отыр едім сіздің. Автокөліктің мәселесі ғой, Иә. Ата, өзіңіз айдап жүрсіз ба? Иә, өзім айдаймын. Бұны енді мен қиматтықпен сатып отырмын. Мына кеше мына сатамын деген ойда жоқ. Әрекет деген аяғатты ғой. Мына жүгермей күлкен ұлым істі болып мүлт-сағаға малып атырады. Содан не керек, мына қаражаттан тарылып сатып отқан жайым бар, айналайын.